Кайырлы күн баршаларыңызга. Ашык бюджет жобасы боюнча, Антикор Лайв жобасы боюнча 2021 жылга арналган Нур-Султан каласы 90 гимназиянын бюджетимен сиздерди тааныштырмакчымын. Энди мектептин карантинге жабылууна байланыштуу онлайнга үйдөн чыгып отурмун, сондуктан түсүнүкпен карайт деп сенемин. Түсүнүкпен караңыздар. Мектепте болсак, мектепте чыгар эдик. Биздин дал қазіргі вакыттагы мектеп бюджети және мектеп бюджетінің айналасындағы сұрақтарға басқа да сұрақтарыңыз болса, комментарийге жаза берсеңіздер болат. Барынша ашық жауап беруге тырысамын. Сонымен біздің мектеп Нур-Султан қаласы нөмір 90 гимназия 2020 жылы 1 қыркүйекте ашылған, қазір жұмыс жасап отырғанына 1 жыл, 1 оқу жылын бітіреміз. Біздің мектепте қазір 410-ға жуық бала бар. Сонымен бірге 1-10 сынып арасындағы оқушылар, 11 сынып оқушысы жоқ. Яғни бізде биыл мектеп бітіруші түлектер тек қана 9 сыныпта бітіруші түлектер, 11 сыныпта бітіруші түлектер жоқ екендігін айтқым келеді. Енді біздің мектептің биылғы бюджетіне нақты сұрағымызға керек. Біздің 2021 жылғы мектеп бюджеті 205 миллион 141 мың теңге. Бұның ішінде республикалық бюджеттен бөлінетіні бар, білесіздер, және жергілікті, яғни Нұр-Султан қаласы әкімдігінің бюджетінен бөлінетін қор бар. Қазір жеке-жеке көрсететін боламын. Жалпы 205 миллион 141 мың теңгенің республикалық бюджеттен берілген бөлігі бізде 29 миллион 176 мың теңге. Оның 24 миллион 688 мың теңгесі жалақы қоры, яғни бұл жерде мектеп мұғалімдері, техникалық қызметкерлер, басқа да қызметкерлерге арналған жалақы қоры 29 миллионның ішіне 24 миллион 681 мың теңгені құрайды. 688 мың теңгені құрайды. Ал енді бұның ішінде қалған 2 миллион 651 мыңы салық, яғни салық болып есептеледі. Сонымен бізде 29 миллионның бюджеті. Сонымен бірге жергілікті бюджеттен бізге бөлінген 51 миллион 203 мың теңге. Енді келесі міне жергілікті бюджеттен бөлінген 51 миллион 203 мың теңгенің неге жұмсалатынын айта кетейін. Газет журналдарға жазылуға, яғни мектептің газет журналдарына жазылуға 265 мың теңге. Коммуналдық төлемдерге, яғни білесіздер, су, интернет, свет, басқа да қоқыс шығаруға, тағы да басқа коммуналдық төлемдерге 16 миллион 709 мың теңге бөлінген. Сонымен бірге балаларды ыстық тамақпен қамтамасыз етуге 4 миллион 573 мың теңге. Жағдайы төмен отбасыларға, жетім балаларды тамақтандыруға және оларға белгілі бір деңгейде киім-кешекпен қамтамасыз етуге 4 миллион 400 мың теңге бөлінген. Бірақ дәл қазір бұл екі шығын мектептің карантинде болуына байланысты, ол біздің мектептің бюджетінде емес, қалалық білім басқармасының бюджетіне кері қайтарылған. Оны басқа мақсаттарға жоспарлауды қалалық білім басқармасы шешеді. Бұл жерде бізде қазір жұмсалып жатқан жоқ. Себебі мектеп карантинде, мектеп асханасы жұмыс жасамайды. Енді келесі дүние жан басына қаржыландыру есебінен мектеп бюджеті бағанағы бізде республикалық бюджеттен және
жергиликтүү бюджеттин каржысы болсо, эми жамбасына каржыландырууга өздөрүңүз билесиздер, соңку жылдары мектептердин барчасы жамбасына каржыландырууга көчүп жатыр. Бизде жамбасына каржыландыруудан бөлүнгөн акча 150 миллион 18 миң теңге. Енді биздин мектептин окуучусунун санына аз болууна байланыштуу бул жамбасына каржыландыруу бизде аз. Бул багынагы жалпы 205 миллион бюджеттин ичине киреді. Bunun içinde жалакы кору 119 миллион 329 миң теңге. Сонымен бірге салыктар кору. Салық деген түсінікті шығар. Мұғалімдердің және техникалық қызметкерлердің зейнет ақысы, табыс салығы сияқты салықтарын 12 миллион 414 миң теңге. Сонымен бірге кеңсе шаруашылығы тауарлары, мысалы қағаздар, мектепке жұмсалатын бор, маркер сияқты мектепте жұмсалатын кеңсе папкілер, файлдар деген сияқты дүниелерге 6 миллион теңге қарастырылған. Яғни бізде мектепте мұғалімдердің шығармашылығына, яғни күнделікті сабағына, қағаздарына, басқаларға да жеткілікті мөлшерде деп ойлаймын. Сондықтан бізде кез келген мұғалім мектептің қорынан қағаз алып оқуда күнделікті сабаққа қолдана алады. Сонымен бірге мектепті қамтамасыз етуге 14 миллион 412 миң теңге жұмыс қарастырылған. Бұл мектепті қамтамасыз ету дегеніміз не? Өздеріңіз білесіздер, мектепте күзет бар, білесіздер, бейнебақылау бар, қар шығару, дезинфекциялық жұмыстар барысында мектептің жұмысын ұйымдастыруға байланысты, мектепті қамтамасыз ету жұмыстарына байланысты 14 миллион теңге ақша жұмсалған. Енді өздеріңізге айтқандай, бізде жалақы қоры мына жерде жамбасына қаржыландырудан 119 миллион теңге, сонымен бірге республикалық бюджеттен жалақыға 24 миллион. Жалпы жалақы қоры бізде қанша болды? Мөлшермен 140 миллионнан астам жалақы, яғни 140 миллионнан астам жалақы неге жұмсалады? Бұл міне біздің мектептегі жалпы қызметкерлердің саны, мені қоса есептегенде 84, бұның ішінде педагогикалық қызметкерлер 44, оның ішінде 8 магистр бар, 1 PhD бар, және 6 жас маман бар. Енді бұдан тыс 44 педагогикалық қызметкерден тыс 40 техникалық қызметкер бар, яғни мектеп тазалықшысы, сонымен бірге түнгі күзетші, вақташы, гардеробшы деген сияқты, киім ілуші деген сияқты қызметкерлер, техникалық қызметкерлер, бұлардың жалпы саны 40. Енді педагогтардың ішінде сертификат алған педагогтар 32, педагог қызметкерлердің жалпы біздің мекемеде қызметкерлердің ең кіші жасы қазіргі кезде 19 жас, ең үлкен жасы 65 жас. Осы 84 қызметкерлердің бағанағы жалақы мөлшері бұл қарастырылған 140 миллионнан астам ақша. Жеткілікті мөлшерде болуы мүмкін. Бірақ енді біз бір нәрседен ашық айта кетейік. Біздің мектеп былтыр қыркүйекте ашылғандықтан күнделікті оқушылар толықтырылып жатыр. Енді күзде оқушыларымыз қазіргі 400-ден 2 еселенуі, 3 еселенуі мүмкін. Егер күзде оқушыларымыз 3 еселеніп жатса, 2 еселеніп жатса, ол кезде мектептің бюджеті арттырып, қайта жоспарлау жүргізіледі. Сонымен бірге педагог кадрлар қабылданып, бізде жұмыс жүргізіледі деп ашып айтқым келеді. Сонымен бірге енді бізде бір нәрсені, осы тұрғыда бір нәрсені жауап бере кеткім келеді. Бізде 25 мамырда, өздеріңіз білесіздер, соңғы қоңырау аяқталады. 25 мамырда, 26 мамырдан бастап 19 мамырға дейін жазғы мектеп жұмыс істейді. Егер кез келген ата-ана баласын қосымша жазғы мектепте оқытқысы келсе, өз өтінішімен оқыта алады. Яғни жазғы мектепте балалар қосымша білім ала алады.
Енді біз бірінші жыл болғандықтан педагог қызметкерлер бізде 56 күн демалысқа шықпайды өкінішке, өйткені 1-қыркүйекте немесе одан кейін келген мұғалімдер барлығы жаңашылған мектеп болғандықтан бізде педагог қызметкерлердің еңбек демалысы 48 күннен басталады. Яғни одан егер қазанда қарашада кірген мұғалімдер болса, одан демалыс күндері заң бойынша әр айына 4 күн календарлық күнмен саналып берілетіндігін айтқым келеді. Енді бұл кезде еңбек демалысына шыққан кезде білесіздер, мұғалімдерге еңбек демалыс қаражаты, яғни отпуск күні, сонымен бірге бір реттік сауықтыру жалақысы қарастырылғанын өздеріңіз білесіздер. Сондықтан бұл да мектеп бюджетіне кіретін бағанағы жалақының сомасына қатысты. Жалпы өздеріңіз көріп өткендей, біздің енді мектеп шағын мектеп, қазіргі кезде шағын мектеп болғандықтан бюджетте шағын және оны түсіндіруді шағын болып жатыр. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздар, сұрақтарыңызға ашық дайынбыз, қойсаңыздар болады, қай-қашанда жауап беруге дайынбыз. Бұл мектебіміздің 2021 жылға арналған бюджеті, сонымен бірге бұл жоба Антикор Лайф жобасы бойынша іске асып жатыр. Мен мектеп директоры Аятжан Ахметжанұлы осылай қысқаша таныстыра кетейін. Баршаларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, күтейін. Кеңсе тауарларының ақша төленетін кез келген мектепте, бұл бюджет тек қана біздің мектепке емес, кез келген мектепте тың бюджетінде қаралған дүниелер. Кеңсе және шаруашылық заттарға барлық мектепте осылай бөліну ме дейді. Барлық мектепте осылай бөлінеді. Біздің мектепте аздау болуы мүмкін, өйткені біздің мектепте оқушы саны аз екендігін ескертіңіз. Бұл қаражат жан басына шаққанда қаржыландыру бойынша ма дейді. Мен мектеп қаражатын екіге бөліп түсіндірдім. Республикалық бюджеттен және жергілікті бюджеттен және жан басына қаржыландыру бойынша. Жалпы 3 бөлікке бөліп түсіндірдім. Қайталап көрсеңіздер болады. Жалпы бюджет 205 миллион теңге шамасында, оның 119 миллионы жаңылмасам қазір 150 миллионы жан басына қаржыландырудан, қалған 51 миллионы жергілікті бюджеттен және 29 миллионы республикалық бюджеттен бөлінген ақша. Аятжан Ахметжанұлының еңбегіңе сәттілік тілеймін. Жаңашыл педагог, заманауи басшылық таным. Рахмет, Алла разы болсын, Роза апай. Қайырлы күн, мектеп қай жерде орналасқан дейді. Мектеп Нұр-Сұлтан қаласы, Қорғалжын тас жолы 37/1 мекен жайы. Қорғалжын тас жолының бойында Есіл ауданында орналасқан мектеп гимназия болып есептелінеді. Осымен сұрақтар да біткен сияқты. Құрметті әріптестер, кез келген сұрақтарыңызға, кез келген уақытта сұрақтарыңызды әзірміз. Ата-аналар, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Неге мектептегі шаралар алдын ала айтылмайды, дәл сол сәтте жіберіледі? Болатын шараға қатысты сілтемеде басқасы алдын ала жіберуді ұйымдастырсаңыздар, ой жинақтап қоятын сұрағымыз да мардымды болар еді дейді. Құрметті Перизат ханым, мектептің бұл тікелей эфирге шығатынымда кешегі күні хабарладым. Әлеуметтік желідегі Facebook парақшамызда, мектептің Facebook парақшасында және Инстаграмда парақшада, сонымен бірге мектептің Телеграм каналында да хабарланды, алдын ала жарияланған. Мүмкін сіз көрмей қалған шығарсыз. Мектептің парақшаларына жазылып қоюды сұраймын. Жазылып қойсаңыз алдын ала көріп отырасыз.
Құрмет Аятжан, жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Газет журналдар дегеніңіз кәдімгі жыр болған, мұғалімдерді мәжбүрлі түрде жазудан бөлек пе, әлде сіздерде ол жағдай жоқ па? Бізде мектептің бюджетіне өздеріңіз қарап отырғандағыдай 265 мың теңге газет журналға жаздыруға қарастырылған. Мұғалімдерді мәжбүрлі жаздыру деген нәрсе болмайды. Енді жазыламын деп өздігінен, мысалы мен өз басым химия анықтамалығы деген журналға жазылуым мүмкін, мысалы жазыламын жылда, сонымен бірге бір-екі журналға өз атымнан жазыламын, бұл өзімнің есебімнен. Ал ондай ұсыныстар болмаса мектепте ешкімді міндеттемейміз, өйткені оған мектептің өзі қаражатына, мектептің бағытына байланысты, мысалы гимназияға байланысты, тереңдететін бағыттарға байланысты журналда газеттерге жаздырамыз. Рахмет, Роза апай. Бастауыш сыныпқа мұғалім қажет емес пе? Енді қазір кадр қажеттілігін мен ешқандай айта алмаймын. Өздеріңіз білесіздер, қазір жылдың соңы, келесі жылдың оқушы компоненті біздің мектепте қандай болады, қанша сыныптар ашылады, оны оқушының келуіне байланысты біз тамыз айында жоспарлайтын боламыз. Сондықтан енді мектепке түйіндеме жіберіп қоюыңызға болады, бірақ егер болып жатса, туындап жатса, жаңа сыныптар ашылып жатса, мұғалім керек болып жатса, онда біз қарастырамыз. Жақсы, құрметті әріптестер, онда баршаларыңызға қайырлы күн деймін. Сау болыңыздар. Келесі эфирде кездескенше.